Бүгінгі тақырып от шашудың зияны туралы. Бір жарылыс ондаған зиянды заттар, көптеген жағымды эмоциялар тудыратын от шашудың жарқын түстер улы заттарының арқасында алынады. Мысалы, алюминий салютке ақ түс береді, бірақ сонымен бірге дерматитті қоздырады және денеде жиналады, жүйке жүйесінің жұмысы бұзылады. Нарий нитраты жасыл түске жауап береді және сонымен бірге ауаға теріс әсер етеді, оларды тітіркендіреді. Мыс қосылыстары көк түс болып табылады, бірақ сонымен қатар ол қатерлі ісік ауруын тудырады. Сурма сульфиді жарқырауға кепілдік береді, бірақ оның булануы улы және мүмкін канцероген болып табылады. Қатты толқындар құстар мен жануарларды қорқыныш пен үрей тудырады. От шашудан кейін пиротехникадан қоқыстаулар қалады. Әлемнің көптеген ірі қалаларында зияндылығына байланысты әуесқойлық от шашуларға тыйым салынған. Бірақ сіз жақындарыңыздың денсаулығы туралы ойланып, осы қызықтан бас тарта аласыз. От шашуды пайдалану үшін тұрғын үйден кемі 15 метр алшақтық құрайтын алаңқай таңдап алыңыз. От шашуды үйдің шатырынан, балкон, сондай-ақ кез келген үйге жапсарлас салынған үйдің бір бөлігінен, газ құбырлары мен машина және электр сымдар аумағына мүлдем шығуға болмайды. Пиротехниканы пайдаланбас бұрын сыртқы түріне назар аударған дұрыс. Яғни сыртқы тұрғыда ешқандай жарық немесе мыжылған, майысқан жер болмауы тиіс. Сыртында жазылған нұсқаулықты міндетті түрде мұқият оқып шығу қажет. Пайдаланылған пиротехниканың жанына келесін апарып қоймаңыз. Екіншісін бірінші орыннан алшақ орналастырыңыз. От шашуды пиротехника қойылған жерден 30-40 метр алшақтықта қауіпсіз аймақта тұрып тамашалағандар. Білтесін қолы созып тұрып жағу керек, немесе тұтанып тұрған вангель шамын пайдаланған жөн. Кез келген пиротехниканы қолдан ұстап тұрып жағуға болмайды. Жерге немесе қарға мықтап орнатып алу керек. Лейм балауыздың 3/2 бөлігін топыраққа қадап немесе қазыққа байлау керек. Бұл оны жаққан кезде бағытын өзгертіп өзге жаққа шашырап қауіп туғызбас үшін. Егер пиротехника жарылмаса 10 минут шамасында қасына жақындамаңыз. Іске аспай қалған пиротехникаға үңіліп қарамаңыз және ішін ашып көруге тырыспаңыз. Шелекке су құйып, атылмай қалған бұйымды соған салып, сыртқа қалдырыңыз. Бір сөткеден кейін қоқысқа тастауға болады. Еш уақытта пиротехниканы шыны құтыларға салып жарып көрмеңіз. Бұл аса қауіпті. Пиротехниканы жинап жатқан отқа тастауға болмайды. Кез келген пиротехникалық заттар вангель шамынан басқа ашық аспан астында пайдалану керек. Кез келген от шашу бұйымын бұрғылауға, білтесін ұстап шайқауға болмайды. Қызық көріп балалардың қолына ұстап қоюдан сақ болыңыз. 14 жасқа дейінгі балаларға жағуға рұқсат бермеңіз. Қайта жасауға немесе қолдан жасауға тырыспаңыз. Құрметті достар, ең абзалы пиротехниканы пайдаланбай өте сақ болғанымыз дұрыс.